Әдебиет сөз өнері. Қандай сәулеті сарай болсын, қандай сымбатты я кескінді суреттер болсын, қандай әдемі ән күй болсын, сөзбен сөйлеп, суреттеп көрсетуге танытуға болатын дүниелер. Бұдан шығатын қорытынды сөз өнері ең қымбат құндылық. Дәл осы құндылықты дәріптеу мақсатында мұғалімдер арасында оқуға құштар мұғалім атты челлендж ұйымдастырдық. Опасылық құндылықтарды дәріптеу мақсатында біз Мұнайдар Баймолданың «Құдайға телефон шалған бала» атты шығармасын таңдап отырмыз. Бұл шығарманың тақырыбы баланың анаға деген мәңгілік өшпес махаббаты. Ал идеясы пәк адал бала ниетінің үнемі орындалатыны, жақсылыққа сенуі. Шығарманың басында киімі мұнтаздай тап-таза жігіт қалта телефонмен сөйлесіп келе жатады. Бір кезде таныс емес аулаға аялдайды. Оны көрген балалар қызығып келіп, телефонын жан-жақтан қарап, қызықтай бастайды. Сол кезде ойыннан беті көйлеш-көйлеш болған бір бала жүгіріп келіп, телефонын өтініп сұрайды. Бала жаңағы ағадан жалынып телефонын сұрайды. Аға уақытының тығыздығын айтып кетуге асығады. Алайда баланың өтініші, егер сіз қазір мені дәл осылай тастап кететін болсаңыз, мен анамнан айырылып қаламын. Өтініш маған жарты минут уақытыңызды арнаңызшы деп қатты жалбарынады. Жаңағы кісі осы сөзге қатты тебіренеді де ұялы телефонын ұсынады. Сондағы баланың қоңырау шалмақшы болған адамы Құдай екен. Ол телефонды алады да: Алла тағалам, менің атым Жомарт, жасым 5-те. Өзімнен кейінгі 2 жастағы қарындасым бар. Менің анам қатты ауырып, сырқаттанып жатыр. Сен Алласың ғой, сенің қолыңнан бәрі келеді. Өтініш, менің анамды тез жазылдыршы, емдеші, оның сырқатынан айықтыршы деп жалбарынады. Егер мен анамнан айырылатын болсам, бізге қарайтын ешкім болмайды. Әкем де жұмыста, біз әлі дұрыс тамақ та ішкен жоқпыз деп өзінің ішкі жан күйзелісін білдіреді. Осы оқиғаны естіген бөгде жігіт қалтасындағы ақшасын балаларға ұсынып, балымыздағы жеңдер деп Жомартқа былай дейді: Жомарт, сен өте жақсы баласың. Алла сені естіді. Алла сенің бар тілегіңді орындайды. Анаң әлі сауығып, орталарына оралады. Уайымдама деп баланы көңілдендіріп жібереді. Жомарт жақсағайға қарап, бұның бәрін қайдан білесіз? Сізді маған Алла жіберді ма деп сұрайды. Сол кезде, иә, өзі де солай деп жақсы ағай қолындағы iPhone телефонын Жомарттың қолына ұстатып кете барады. Есік ашылғанда 2 жасар қарындасын жетегін алған Жомарт тұрады. Жомарттың көзінде таңданыс болады. Өйткені ол жақсы ағайдан бір жақсы хабар күткені көрініп тұрды. Көп күттірмей, жақсы ағай Жомартқа: балам, сендердің аналарының жағдайы жақсы, отаны сәтті өткерді. Қазір оңаша палатада демалып жатыр. Жандарында әкелерің бар. Бұйыртса аналарың орталарыңа аман-есен оралады. Сендер ештеңеге алаң болмаңдар деп қарлығаштың басынан сипайды. Жалпы бұл оқиғаның қиюы келіп, өруі, әдемі өрілуі Қазекеңнің құдайсыз қорайда сынбайды деген алып келеді екен. Осындай мағыналы бәнді шығарманы оқуға сіздерге кеңес береміз. Дәл осы челленджді қоғамдық гуманитарлық пәндер бірлестігіне жолдаймыз!